Баршаңызға сәлем қыздар. Біз сіздермен бүгін осындай ұйғыр мантасын жасайтын боламыз. Бұл ең дәмді, ең сочный, керемет мантылердің бірі. Сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді дәміне сөз жоқ. Бір жасағанда сіздерде керемет болып шығады. Өздеріңіз ғашық боласыздар бұл тамақты жасаған кезде. Сондықтан менің каналыма жазылып, подписка жасап, осы ұйғыр мантысын менімен бірге жасаңыздар, және қазақша каналдың дамуына үлес қосыңыздар. Мінекей, енді бізге ең алдымен ұн қажет. Ұнды електен өткізіп өлшеп алдық. Мінекей, бізде салқын су және тұзымызды осы суымызға салып, жақсылап тұзымызды ерітіп жібереміз, түбінде қалып қоймас үшін. Енді ұнымыздың ортасын ашып, суымызды қосып, үстінен барлығын өлшеп алыңыздар. Мен барлығын өлшеп граммдарын описанияға жазып қоямын. Дәл солай жасап шығыңыздар. Яғни граммен жасап шығыңыздар. Осылай жақсылап илейміз. Бұл тесто бізде бар ғой, өте қатты болып, әдем болып иленеді. Сондықтан табақта илеу мүмкін емес. Міндетті түрде ары қарай столдарыңыздың үстіне қойып, солай илегендеріңіз дұрыс болады. Кімге қалай ыңғайлы, солай жасасаңыздар да болады. Бұл жерде ең маңыздысы әрине осы тесто. Ұйғыр мантысының өзінің ерекшелігі осында. Сіздер өздеріңіз осыны міндетті түрде жасаған кезде көретін боласыздар. Қамырларыңыз өте бір қаттылау және жайылған кезде бір текст болып жайылатын, басқаша болады. Сондықтан мен айтқан граммдармен жасаңыздар және жақсылап тұрып осы столдың үстінде илеп шығыңыздар. Мінекей, бізде уже басы бірікті. Осылай әдемі етіп жақсылап тұрып илеп, арасында ешқандай комочка қалмайтындай бар күшімізді салып илейміз. Бізде шынында да кәдімгідей күш кетеді бұны илеп шығу үшін. Мінекей, енді зуалалап алдық бұны. Біз қазір мінекей қараңыздар, арасында ешқандай ұн қалмайтындай етіп осылай илейміз. Мен видеоны көбінесе үзбей түсірдім, сіздерге барынша үзбеуге тырыстым, толықтай көрсетілу үшін. Енді осылай илеп болған соң пакетімізге салып, орап, қойып қоюымыз қажет тоңазытқышқа. Начинкасына әдеттегідей бізде фарш, пияз, мінекей жақсылап барлығын майдалап турап алдым. Және құйрық майды қосатын боламыз. Құйрық май бізге фарштың дәмін керемет етіп келтіру үшін қосамыз. Ең алдымен бірінші тұзымызды осы пиязымыздың үстіне сеуіп жеріп, пиязымызды жақсылап тұрып, қатты мыжғылап жіберуіміз керек болады. Кішкене бізге жұмсарғаны қажет. Сонан соң оны фаршымызға араластырып алайық. Мінекей, осылай қаттылау етіп мыжып шықтым пияздарды. Ал құйрық майымызды төрт бұрышты етіп майдалап, болмаса оны да мясорубкадан шегіп алсаңыздар да болады. Олар өз қалауларыңызша жасай беріңіздер оны. Осы жерде мен майда етіп турап алдым. Бұл енді құйрық май мантының дәмін керемет болады. Енді бұны жеген адам аузынан дәмі кетпейтін болады. Сондықтан міндетті түрде қосыңыздар фарштарыңызға. Мінекей, енді оны да қосып жақсылап тұрып осылай араластырып аламыз. Бізге ары қарай енді қара бұрыш, тұз және осылай салқындау бір суды құйып аламыз пиаламызға. Дәл осы видеодағыдай бір кесе су жетеді. Үстінен құйып, сосын кейін тағы да араластырамыз. Бізге сочный болу керек фаршымыз, сол үшін қосып тұрмыз. Дәл осылай қоссаңыздар болады сіздерде. Және дәміне қарай өздеріңіз тағы қара бұрыштан басқа приправалар қосқыларыңыз келсе, қосуларыңызға болады. Мінекей, бізде тестомыз тоңазытқыштан шықты. Осы илеген кезде жақсылап тұрып тағы да бір июын қандырып, тағы бір илеп алған соң төрт бұрыштылеу етіп үстінен басып, сондай формаға келтіріп қоямыз. Бізге бұл қазір кескен кезде бізге дәл сондай формада қажет болады. Мінекей, тағы да формасын төрт бұрышты етіп осылай басып алып, енді тоңазытқышқа тағы да бір 15-20 минутқа жібереміз. Бізге жақсы қамырымыз жаюға әдем болып келуі қажет.
Мінекей енді мен қазір тоңазытқыштан бұл жерде шығарып алдым пакетімнен. Енді дәл осы қалпында бізде қазір қамыр өте қатты, бірақ кішкене өзі уақыты келген кезде жібіп жұмсаратын болады. Одан қорықпаңыздар. Пышағымызбен енді дәл ортасынан екі жағынан үшке бөліп алсақ болады. Осылай дәл видеодағыдай ширатып алыңыздар. Үшеуін де осылай ширатып аламыз. Және екеуін пакетімізге салып қойып қоямыз да біреуіменен жұмыс істейтін боламыз. Мінекей, дәл осылай видеодағыдай етіп қатты басып жіңішке қылып жіберуге болмайды. Орташа етіп осылай ширатып алыңыздар. Мінекей, енді пышағымызбен осындай кішкене бөліктерге бөліп осылай кесіп аламыз. Барлығын бірдей етіп кесуге тырысыңыздар. Және осы бөліктерді домалақтап бір формаға келтіріп, бұны да ортасынан басып біз ұнды пайдалансақ болады. Осылай барлығын домалақтап шығамыз. Бұны біз енді қазір доп-домалақ етіп жаюымыз керек. Енді қатты доп-домалақ болмайды. Кішкене қисаюы мүмкін, бірақ ешнәрсе етпейді, себебі бүккен кезде ол білінбей кетеді. Дәл осылай басып шығасыздар жан-жағын. Мінекей, енді шетінен жая бастаймыз. Қатты бізге жайған кезде екі шеті қатты жұқалау болғаны жақсы, себебі біз бүккен кезде ол ортасында қалыңдау болып қалады. Сондықтан барынша жұқа етіп жаюға тырысыңыздар. Мінекей, мен осылай барлығын жайып алдым, домалақтап. Енді қазір біз ішіне фаршын салып, жақсылап тұрып бүгетін боламыз. Қатты түпті қыламын деп қатты тырыспай қойыңыздар. Кәдімгі кішкене домалақтау болса болды. Ең бастысы бізге керегі қамырымыздың жұп-жұқа болғаны керек. Әдемі болады сол кезде бізде мантымыз. Мінекей, дәл осындай видеодағыдай жұқалық болады. Бізде ар жағында қолымыз мысалы көлеңкесі көрініп тұр. Дәл осылай жасаймыз. Енді фаршымызды салып бүгеміз. Бүгу әдісі бір қатты, аса бір қиын емес. Осылай ішіне толтырып фаршымызды салып, ең шетінен бастап дәл осылай бүгеміз. Міне видеода қарап отырыңыздар. Тек қана екі жанын қысып отырсаңыздар болды. Бұда ешқандай бір аса бір қиындығы жоқ. Сондықтан бір жасағаннан көргеннен дәл осылай жасай бересіздер. Осылай екі шетін кезек-кезек қысып отырасыздар, болды. Яғни ортасындағы келе жатқан шофтарыңызға екі жанын апарып қосып отырасыздар. Мінекей, осылай бүгіп алдым, және ең соңғы шетін астына қарай мінекей қайырасыздар. Міне қараңыздар, қандай әдемі осындай болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Тағы бір рет мінекей жақыннан көрсетейін. Мінекей, екі шетінен алып отырып, осылай қыса бересіздер, болды. Ешқандай қиындығы жоқ. Бір жасағаннан кейін қолдарыңыз үйреніп кететін болады. Ең бастысы ішінде фарштарыңыз көп болуы қажет. Көп қылып салыңыздар ішіне, сол кезде әдемі болады. Мінекей, осылай барлығын мен бүгіп шықтым шеттерінен. Енді бізге мантаваркамызға осы бүккен ұйғыр манталарымызды салып, жақсылап тұрып бетін майлау қажет. Жақсылап тұрып майлап, өзіміздің қайнатып қойған суымызға мантаваркамызды салып, жақсылап тұрып пісіріп алатын боламыз. Бізде 45 минутқа піседі. Өте дәмді, өте керемет болады. Баршаңызға ас болсын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Және де қазақша каналдың дамуына үлес қосқыңыз келсе, сізден өтінетін өтінішім менің осы видеома лайк басып, комментарий жазып, қолдап кетсеңіздер деймін. Баршаңызға іске сәт.